Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз бір тестадан 3 түрлі начинкалы пирогтар дайындайтын боламыз. Яғни бұл біздің біріншіден уақытымызды үнемдейді. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Егер сіз бір пирог пісіретін болсаңыз, мысалы біреуден азайтып тастасаңыз болады. 2 жұмыртқаның орнына 1 жұмыртқа қосып, қанттың мысалы 160 грамм қант болса, 80 грамм қант қосып деген сияқты. Енді 160 грамм қантымызға 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. «560 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхлителімізді салып араластырамыз. Бөлме температурасындағы 360 грамм сливочный май, маргарин қоссаңыздар да болады, бірақ ол маргариннің құрамында су көп болғандықтан сұйықтау болуы мүмкін. Егер сұйық болған жағдайда кішкене ұн қосып елеп жіберсеңіз болады. Осындай жұмсақ етіп қамыр дайындап алдық. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Пакетке салып, 30 минут холодильникке салып қоямыз. Формаларымызды осылай майлап, яғни бізде бұл карамельный пирогпен және банафи пирогның формасы. Банафидікі размері 24, карамельныйдікі 26. Осылай вилкамен тесіп, карамельный пирогымыздың тестасын морозильникке 15 минутқа салып қоямыз. Ал мына біздің банафидікі, бұны қызып тұрған пеште уже пісіріп аламыз. Тестаның өзін ғана. Карамельныйдің осындай бетіне сәндік үшін формалар кесіп дайындап қоямыз. Начинка карамельныйдің 350 грамм вареный сгущенкаға 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. 150 грамм сливки, қыздар, егер сливки қымбат болып жатса, қаймақ қоссаңыздар да болады. Міне біздің тестамыз дайын, морозильниктен алдым. Банафидің несін дайындаймыз енді. Кремі. Бұл жерде менде творожный сыр 150 грамм, 250 грамм сливки және 70 грамм қант қостым. Осыларды миксерлеп крем дайындаймыз.
100 грамм вареный сгущенкамызды жағып, оған 2 штук бананымызды осылай турап, бетіне осындай кремімізді жағып шығамыз. Осылай менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Осындай дәмді пирогтар дайындаңыздар. Мына творожный пирогтың менің YouTube каналымда рецептісі бар.